Мүмкіндігі шектеулі болса да, өмір сүруге деген құлшынысы мен қажыр қайраты өлшеусіз отандастарымыздың спорттың ең биік шыңы Олимпиада тұғырында көтерілуден үмітті. Келер жылы Рио-де-Жанейрода өтетін айтулы шараға әсіресе суда жүзушілер қарқынды дайындалуда. Өйткені паралимпиадалық сайыстардағы жүлделердің басым бөлігін елімізге осы спорт түрінің шеберлері әкеледі екен. Біздің тілшіміз ерекше чемпиондардың бір күндік жаттығуларын бақылап қайтты. Суда балықша жүзу аяқ-қолы сау адам үшін оңайға соқпайтын спорт түрі. Сияз Бекдалиев оны 7 жасынан меңгерген. 10 жасында өмірдің қатал тезіне ұшырап, екі бірдей қолынан айырылған спортшы сүйіктісінен бас тартпай сынға төтеп берді. Ал биыл күзде Сиязбек Сочиде мүгедектер арасында өткен бүкіл әлемдік ойындарда күміс пен қола жүлделерді жеңіп алды. Бұл жеңіске жетуіме ата-анамның қолдауы, өзімнің ынта-жігерім, жаттықтырушымның шеберлігі көмектесті. Владимир Загородный күші мығым, жігері мықты чемпионға үміт артып отыр. Олардың мақсаты келер жылы Рио-де-Жанейрода өтетін паралимпиялық ойындарға лицензия жеңіп алу. Мұндай жоғары деңгейдегі сайыстарда қазақстандық спортшылар жеңіс тұғырына соңғы рет 20 жыл бұрын көтерілген екен. Мүмкіндігі шектеулі жандар бұл спорт түрінен соңғы кезде өте жоғары нәтиже көрсете бастады. Бірнеше жыл бұрынғы мен бүгінгі жетістіктердің айырмашылығы жер мен көктей. Ал шеберлікті әлемдік деңгейде дәлелдеу үшін олар сау спортшылармен қатар жүзулері шарт. Бізде ондай тамаша көрсеткіште бар. 22 жасар Ануар Ахметов Польшада өткен ашық чемпионатта 100 метрлік қашықтықты 11 секунд ішінде бағындырған чемпион. Елге Ануар 5 алтын, 1 қола медаль тағып оралды. Қазір Рио-де-Жанейроға жолдама алуды жоспарлап жүрмін. Әрине, өз елімді өзімді лайықты таныту қажет. Ал келешекте жаттықтырушы ретінде Қазақстанның спортын дамытуға үлес қосқым келеді. Бүгінде спорттық дайындық орталығында мүмкіндігі шектеулі 185 жігерлі жан шыңдалып жүр. Олардың 39-ы суда жүзушілер. Бүгінде паралимпиялық медальдардың дені нақ осы спорт түрінің шеберлеріне тиесілі. Қазақстандық жүзушілер халықаралық сайыстардағы 177 жүлделі орынның 99-ын жеңіп алған екен. Достырай Пергенқызы, Гүлнар Хасан, Ерлан Наурызбаев, 24 KZ, Астана.